Бәріңе сәлемсіздер, және менің алдыма қош келдіңіздер. Біз бүгінгі видеода сіздерге қолдан чупа-чупс дайындап көрсетеміз. Яғни біз қазір сіздерге қолдан үйде чупа-чупс дайындап көрсетеміз. Аңшы кеттік. Достар, ол үшін бізге 1 стакан кола қажет болады. Яғни біз қазір мына стаканға құйып аламыз. Және де бізге қант керек болады. 1 стакан қант. Және достар, зубочистка қажет. Яғни біз қазір чупа-чупс жасаған уақытта таяқтарына біз зубочисткалық не болмаса сіз шырпы қандай да бір палочка алуыңызға болады. Және де бізге ыдыс. Қазір біз кока-кола менен мына шекер екеуін араластырып қайнатқан уақытта бізге осындай қажет болды. Және де қасықтар. Яғни біз қазір чупа-чупстың формасын осы қасықтармен келтіреміз. Әрине сізде арнайы формаңыз болса, соны келтіруіңіз болады. Біз қасықтармен жасаймыз. Алынша кеттік. Достар, ең алдымен мен кока-коламды мына бір ыдысқа құйып алайын. Және де біз мына шекерменен коламызды мына ыдысқа саламыз. Мен жаңа 1 стакан толтырған жоқпын, сол себептен тағы да қояйын. Сонда болатын сияқты. Мінекей. Енді достар, біз бұны газға қоямыз. Достар, араластыра тұрып, біз оны газға қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Достар, біз болашақ чупа-чупсымызды газдың үстінде 10 минуттай жаймен араластырып тұрамыз. Достар, біздің чупа-чупсымыз біртіндеп қоюлануда. Біздің чупа-чупсты меруерт араластырғанша мен қасықтарды алып, ыдысқа осылайынан орнатып қоямын. Осылайынан айналдырып орналастырып шығамыз. Мына қасықты қараңыздар. Эй, Сенаска каналына подписаться етіңіздер. Достар, біздің чупа-чупсымыз дайын болып қалды. Енді біз газды сөндіріп, бұнаны кішкене уақытқа суытып қойып қоямыз. Достар, бізде мінеке 5 минут тұрды мұнау. Енді біз бұны мына қасықтарымыздың үстіне құямыз. Достар, біз мына қасықтарға құйған уақытта ол что-то біртүрлі ыңғайсыз болатын сияқты. Сол себептен біз қасықтарды бұлайынан орналастырамыз. Яғни теріс қаратып, осылай айналдырып орналастырып шығамыз. Достар, мінекей біздің қасықтар. Енді біз бұларға уже біртіндеп құямыз. Ой, сыртқа шығып кетті, іштен кетпейді. Және де енді біз мына бір үлкен қасыққа қызық болу үшін бұған да құйып көрейік. Көреміз. Енді біз зубочисткілерді болашақ чупа-чупсымызге осылайынан қойып шығамыз. Сонымен қатар мұндай бір формочкеге салып қойдық, бірақ соның өзінде бізде уже әлі біраз бар. Достар, мінекей біздің чупа-чупстеріміз енді бұл жерде бір 20 минуттай тұру қажет. Достар, 20 минут өтті, және де қазір көреміз. Так. Достар, мұнау жаңа алдыңғыдан уже кішкене айналып бара жатыр. Яғни бұл бір какты карамельге ұқсап па қалған. Яғни ол бізде дайын болып келе жатыр. Бірақ біздің чупа-чупсымызге жаңағы 20 минут аз болды. Яғни ол әлі дайын болған жоқ. Сол себептен біз бұны тағы да бір жарты сағатқа қойып қоюымыз қажет секілді. Яғни общий санағанда жаңағы 20 минут, осы 30 минут барлығы болғанда 1 сағаттай күту қажет екен чупа-чупстың дайын болу үшін. Ендеше мен қазір мынаны жарты сағатқа тағы да қойып қояйын. Жарты сағаттан кейін кездескенше. Та-дам! Достар,
уже жарты сағатымыз өтті. Және де ол как-то бір тастайлап уже айнала бастаған. Ну, почти болды деуге де болады. Потому что біз қараңыздар уже шығардық. Біз уже көбісін шығардық. Вот көріп тұрғандарыңыздай. 4 бүріштісі бар. Кәдімгідей чупа-чупс болған. Мына жердің уже бәрі бардак болып жатыр. Енді мынаның ішіндегілерінде алуымыз қажет. Бұл уже қатып жатыр. Қатқаннан кейін оны алу қиынға тиді. Сол себептен тезірек алайық. Біз алып оны қолымызбен доңғалатып, мына зубочисткілерге істеп жатырмыз. Қараңыздар, біз қалай аламыз. Мұнғаныздар. Өйтіп ішіне алып алып, аты оны келмейді. Прям бүйтіп алатын болсаңыз, таяқ сынып қалады, не болмаса алынбай қалады. В общем, келмейді. Формаға басқа салдық. Міне меруерт қалай істеп жатыр. Мане күтті. Мінеке біздің жаңағы соншама кока-коламыздан шыққан чупа-чупстер. Вот бізде 3, 6, 9, 10 ғана чупа-чупс шыққан. Вот көріп тұрғандарыңыздай. Әрине формасы ровный емес. Біз сонда да шығардық чупа-чупсты. Енді қазір дәмі... Бірінші рет істеп тұр. Иә, біз бірінші рет істеп тұрық. Сол себептен де біз сондай қатты білмейміз. Енді біз қазір бұның дәмін татып көрейік. Достар, өте дәмді. Күшті болып шыққан достар, прям. Маған қатты ұнады. Саған? Маған да ұнады. Бізге өте қатты ұнады. Және де достар, бұны не только кока-коладан, басқа спрайт, фанта, лимонада, басқа колалардан істеуіңізге болады. Достар, бұны магазиннен сатып алғанға ұқсайды. Иә, магазиннен сатып алған. Кәдімгідей чупа-чупстерден алмайды, прям тәтті шыққан. Достар, сіздерге де істеп көруге кеңес береміз. Бізге өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамыз. Күшті. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар. Және де менің каналыма жазылыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар. Пока. Істеңдер. Пока.